Жиынға қатысушылар мақаланы мемлекет пен қазақстандықтар үшін аса қажет еңбек деп бағалады. Аға буын өкілдері Абайдың толық адам концепциясын басты назарға алып, жастарға жете түсіндірді. Зиялы қауым өкілдері ұлт мақтанышын мұратын насихаттауға шақырған мақаланы ыстық ықыласпен қабылдағандарын жеткізді. Мирастың 2020 жылғы алғашқы отырысын осы Абай шығармаларын насихаттау, сосын мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жағы материалының мән-маңызы мына жастармен түсінісу, солармен талқылауға арнап отырған жағдайымыз бар. Мен өз басым президенттің бұл материалын Абайды жаңаша танудың көзқарасы, Абайдың біздің ұлттың мәңгілік ел болу жолындағы айтқан сөздері, одан қалды Абайды бүгінгі күні мемлекеттік іспен байланыстыра сөйлеу, одан қалды Абайдың бай мұраларын әлемге таныту, Абайды тану, Абайды өзіміз тану арқылы оны әлемге таныту мәселесі осы президенттің ой толғау еңбегінде жақсы көтеріліп отыр. Ұлы ақынның өсиеті ел еркіндігі мен бостандығы. Сондықтан Абай мұрасына тәуелсіз жастардың көзқарасы қажет екені анық. Биылғы жылы Қасым-Жомарт Тоқаев Абай және 21 ғасырдағы Қазақстан атты мақаласы шыққан болатын. Жалпы сол мақаламен мен танысып шықтым. Абайдың шығармалары арқылы біз әлемге жалпы шыға аламыз, үлкен әрекеттер жасай аламыз. Осы Абай жалпы Абайдың сөздері әр жастарға, қазіргі студенттерге ол үлкен мотивация деп өзім ойлаймын. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының шығарған Абай танып білсең, сен өзіңді танисың деген сияқты мақаласы біздің қазіргі біз сияқты жастарға рух бергенде болды. Мысалы, мен өзім актер маманда оқығандықтан, бізге мықты мотивация дейді ғой, сондай бергенде болды. Осындай бастамасы осы болса, ертең аяқ жағы бұдан да мықты болады деп ойлаймын мен өзім. Осыдан бастама алсақ, ертең біліміміз артып, мықты деңгейде өнер көрсетеміз деген ойдамыз. Ұлттық сананы сақтау мен оны заман талабына сай бейімдеу қашанда өзекті. Бұл жолда ұлы дананың ой тұжырымдары бағдаршам болып, рухани азық болмақ. Бұл ретте жиын қатысушылары ұлы ойшылдың қазақты қайтсек жақсартамын деген ұстанымын негізге алуға шақырды. Айжан Ақтаева, Сабыр Құлатай, Шоқан Таукеев, Көкше Ақпарат.